Сәлем достар, бүгін сіздермен осы 3-ақ ингредиентпен қалай өте дәмді салат дайындау керектігін үйренетін боламыз. Ал ең бірінші баклажандарымызды ортасынан бөліп, қиғашынан тураймыз. Бұл біздің салатымыздың әдемі болып шығуына көмектеседі. Мінекей осылай турап алдық, әдемілеп. Ешқандай тұз, су құймайсыз. Қызып тұрған майда екі жағын қызартып қуырып аламыз. Ал ендігі кезекте қиярымызды де дәл солай ортасынан бөліп, қиярымызды да қиғашынан турап аламыз. Бұл салатты сіздерге дайындауға кеңес беремін, өйткені ең бірінші аз заттан осындай өте дәмді салат шығады. Ал екіншіден бұл салатпен ұялмай қонақ күтуіңізге де болады. Өте дәмді әрі пайдалы салат болып шығатыны сөзсіз. Қиярымызды да турап алдық. Ал одан соң қызанағымызды дәл солай турап алатын боламыз. Жіңішке етіп, әдемілеп тураймыз. Ал енді чесногымызды, яғни сарымсағымызды әдемілеп майдалап тұрып турап алатын боламыз. Бұл жерде мен 3 чеснок қостым. Негізінен 1 или 2 қоссаңыздар да болады. Ал енді қызарып әдемі болып қуырылған баклажандарымызды салып, жаңағы майдалап алған чесногымыздың үстінен қызып тұрған майымыздан 2-3 ас қасықтай салып жіберіп, жақсылап араластырып, салатымыздың бетінен құямыз. Ал одан соң татымына қарай тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.